Мені де жәркент әкешіп күтіп отыр, құрметті қонақтар. Ақша қашан келеді деп. Енді мен мынандай тойда алып келуге болады еді, бірақ мына той Абайбек ағамның жақсылығы болғаннан кейін мен мына ақшаны Жәмилә әпкеме беріп кеттім. Мамам қайда? Мамамыз қайда? Мамамыз қайда? Келіңізші тәде. Енді мына ақшаны осындағы барша қонақ жинап берді. Мен мына ақшаны бекер жинатқан жоқпын. Алла қаласа, құдалар, 9 ай 10 күннен кейін Алла қаласа алғашқы немере өмірге келеді сіздерде. Не ұл, не қыз келеді. Соның 40 су тойына деп жатыр ағайындар. Шапалақ бар ма? Мына ақшаны Абайбек аға бензин ақша берсе бермейсіз. Осы қонақтардың көбі бармай қалуы мүмкін. Сол тойға осыны көрімдік қылып алып барасың. Түсінікті ғой? Той құтты болсын. Тойына бір шапалақ ұрайық ағайындар. Қай жылсың сен? 2003-те үйленіп отыр ғой. Мен 97-мін. Әлі үйлене алмай жүрмін аға. Вообще бір рет үйленген жоқпын. Өстіп ақша жинап жатқан кезде кейбір той иелері ойбай саған обал болыпты ғой деп жұмысты бастап қайта 5 теңге береді. Қалжыңдап. Рахмет, қалжыңдай. Енді құрметті ағайындар, енді мына осы бағана жігіттер қауыммен ойнанады ғой ағайын. Енді осындағы қыздардан давайте. Сіздерде құдашаларды ойлап отырыңыз, позитивный такая. Сіз подружкалар, Баян, Камила, кел. Кел ортаға, Камила, құрмет қошеметпен. Билер келеді. Жолдас қатыса берсін, 2 қыз, сіз жақтан 2 қыз. Айдана ортаға. Айдана келді, айналайын. Камиланың шашын жұлқысайтын қыздар шақыршы. Бері. Сен айтыңыз болмаса бері. Сенің аяқ киімің аяғы қысып тұр ма? Онда билеп берші. Ана Камилаға билеп берді, давай. Билеп береміз. Қанша болды? 2, 3, 4. Тағы да? Марша ортаға. Билет. Марша, билет. Опа, Gangnam Style. Құдашаларда бар ма? Өзің қарындастарың, әпкелерің. Танисың ма әулетіңді? Ешкім жоқ жасыларда. Қыздарда. Амина ортаға. Амина. Сіздердің достарыңыздың арасынан андай қуатты қыздар бар ма? Ұялмайды, ұятсыздау қыздар. Аяқ. Кім? Аяқ дейді. Кісі келдіңіз, кеңіз. Молодец, мына кісі натуры Камиланың шашын жылап кетсін. Келеміз, 2, 4, 6, 7. Тағы 1, 2 қыз болсын сіздерде. Ана, тәтем сияқты. Мейірім ханым келді. Билет. Мейірім. Енді алдыға шығайық қыздар, шақырған қыздар алдыға шығамыз. Ойында тәте, жылдамда керек. Шустро, быстро. Қазір мына жерде кім бірінші орын алатын болса, мына жігіт 10 мың береді. Ақша қайда? 10 мың. Қыздарды бересіз ба? Берем. Әкел. Каспимен 10 мың теңге. Кім еді? Ереке 10 мың теңге. Қазір 7 қыз тез арада
Tez. Әрқайсымыз бір орынды алып келеміз. Тез арада орындық. Дискотека, мега, диджей, битмейкер, уличный денсер. Артқа деген істер алдыға ма сонда істеді? Артқа қоямыз. Енді бір қатармен қойсаңыздаршы. Енді әрқайсымыз алдына шығып орындыққа отырамыз. Енді қыздар, мына ойын бірнеше кезеңнен тұрады. Ойын біткен сайын ойын қиындай береді. Түсінікті ғой. Қазір мұқият тыңдап алыңыздар. Қазір бірінші ойын кімде мықты фантазия деген ойын. Кімнің мықты фантазиясы бар. Қазір мен сіздерге тез арада бір әріп айтамын. Мысалға А деймін. А десем дастарханнан болмаса даладан адам басады зат алып келеміз. Өтініш, А десе алма керек емес. Б десе банан керек емес. Мысалға А десем абай беккал кеп отыруға болады. Түсінікті ғой? Сол сияқты. Кішкене адамның фантазиясына сыймайтын нәрсе алып келеміз. Одан біреуіміз алып келген зат екіншісіне ұқсамауы керек. Берде жылдамдық керек. 8 қатысушы 7 орындық қалады. Жылдамдық керек. Олай болса кеттік. Бірінші әріп буква М. Мандарин деген ба? Қыз жолдас, сен неге қалып білесің ба? Неге қалып білесің ба? Ол жолдастың көз жасы атып кетті, сенді бар ғой. Жақтырмай тұрады. Так, сізде қараңыздар, фантазиясы жоқтар манты алып келеді. Манты. Макасин. Монша. Марс. Мане, молодец. Фантазия жоқ. Мұрат. Оқысы кім сізге? Досым. Балды тұрмасы. Күйеуіңіз айтсыздар. Мен дұрыс еместен тұрған жоқ, көке, алма тұрады. Қайтсен Мұрат болды. Сезімге бермейміз, Мұрат қайтамыз. Мұрат қайт! Молодец. Так, енді бір қыз шығып кетті. Давайте, айым, сыйлық беріп отырайыншы, қыз жолдасқа бір сыйлық. Не сіз маған жеп аласың жоқ, апарып тастайсың. Апарып тастаймыз. Кеттік, молодец, осылай жылдамдық керек дәде. Сіз до конца бұратыңызды білемін. Сіз Камиламен шығасыз, раздарыз. Олай болса, кет. Кеттік. Келесі әріп буква Ғ. Кет. Буква Ғ. Камила, мен ашқеме кірмей атыма, ғарышкер болатын бала деген жоқ па? Ғалым, ғашығым, ғазиз. Тез отырамыз, тез, жылдам. Сен тамақ сеттің ба? Негіз не алып келмедің? Ғашығымды алып келдім деген сыртта жүр. Темекі жеудің ма? Сондай ау. Так, кеттік. Ғашығым. Кімсің бұған? Ғашығы. Самам дели кімсің сен? Ғашығы. Сен көп көтігерсің бар ғой. Честно айтшы, кім бұл? Досым. Атын айтшы. Атын дейсің ғой мұның. Қалай досың сен? Ладно, фантазия молодец. Ғаламтор. Кел. Саған да шанс берем қазір. Так, сізде? Ғалима, күшті. Ғаламтор. Қайсы? Мұна ғаламтор олғаныңыз ашқым кетті ғаламтор. Мұна олай ашылады. Ғаламторды көріңіздер ағайындар, жаңа ғаламтор. Молодец. Күшті сонда да? Ғалым. Жігітше ғалым ғой көке? Красавчик. Молодец, саған да бір шанс берем. Ана вообще жоқ болды, ода да. Қайтсен, ғашығым. Кеттік, енді әркім өз телефонды алып келеміз. Телефон, тез.
келіп отырмай ақ қойсаңыздар болады. Енді қазір отырмайсыздар, әлі басталған жоқ. Енді қазір әркім өз телефонын алып келді. Енді осы телефонмен игра называется дальше селфи. Қазір мен айтқан адаммен, болмаса затпен суретке түсуіміз қажет. Міндетті түрде суретте өзіміз болып, качественный болу керек. Түсінікті ғой? Олай болатын болса, бірінші суретке түсеміз. Залда отырған тоқырмас еркекпен. Тез. Тоқырмас еркек. Жүгір. Камила, жүгір. Хочешь познакомиться? Сделай сумки, топся, экспонатом задымялся. Саған вообще бұйыр болған ғой негізі. Жеңу деген берші, айым бір сыйлық. Так, кіммен түстік? Кім мұны? Бір бала дейді, сізден? Мына кісі жалтырап отыр ғой. Татауы жалтырап отыр. Молодец, сізден? Кім мына кісі? Құда орныңызға тұрыңызшы. Мына кісі. Мына аяғында шаш бар екен да, міне енді жоқ, витамин жетіспейді жоқ мына кісіге. Так, сіздер құда? Күшті бар ғой. Кеттік, енді келесі суретке түсіп келеміз. Залда отырған қонақтардың ішінде сүндіртелген еркек пен, сүндіртелген еркек. Сен бар ғой, мына киімің бар ғой сенікі, неше айтсақ бұл бір фараонның енесі сияқты жасауым деді. Молодец, есімің кім? Айдана. Қашығына түсіп келдің ма? Давайте, бір сыйлық Айданаға шапалақ құрмет. Так, кіммен түстік? Кім бұл кісі? Білмеймін. Қай кісі мынау? Мына кісі студенттерді қайдан білесің сен? Жанында телер айтты. Кім айтты қайсысы? Сіз айттыңыз ба не? Студенттерді келді? Бұл кісі кім сізге? Танымаймын. Оны білесіз еді, танымайсыңыз. Баласын бәрі. Жоқ, мен советім берген, сомнением бар негізі бар ғой. Так, сізде? Азамат. Аға. Білмейін дейді? Точно? Бір көрген адамды айтыңыз ғой. Қалай? Сен де соғысы? Сіз ба қабе? Молодец. Қалай? Қайсысы енді? Ана кісі көрсін. Yes! Молодец, күшті. Қыздар молодец. Енді кеттік залда отырған алтын тіспен сурет түсеміз. Алтын тіс. Просто сізде кішкене перевес болып кетті деді. Өзіңізде бар екен ғой деді. Молодец, дәтемізге бір сыйлық береміз. Шапалақ құрметтеріңізді аямаңыздар. Так, сізде? Мына кісі кім? Түріңізді көрдіңіз бе өзіңіздің? Ужасно да бұл. Сізде? Жәмепте ма? Қакеш? Әкел. Мына түсіріп аш, ертең неменелері көрсін. Мына тұрды қараш. Тапты бұл. Не тұрды бұл? Молодец. Сізде? Көке, бар екен, мұратағда. Сізде? Мына тұрды қараңдар. Мына протез көші. Протез ба? Молодец. Қайқысы мынау? Қайқысы? Қайда тұр қайда бұл кісі? Тұрсын сөзді мойында. Көке, астында ғана алдың? Үстінде жоға сізде. Молодец, 4 қыз ғана қалды, 4 қыз. Енді 4 қызға тағы бір тапсырма. Залда
Рахмет сіздің есіміңіз. Мейлі, сіз де аманияқтан жүгіріп жүрсіз. Жаныңызда тұрмын ғой мен тәрбие. Почти. Соны кіммен түспедік апа? Фу, бері я. Сізде? Вкус жоқ. Аша. Вот, күшті мынаңыз бар ғой. Настоящий красавчик мынау. По-любому мен саған бір жорнап беремін қазір. Кеттік, олай болса телефонды қоямыз енді. Алып келдігі затты алып келіп отырамыз. Түсінікті ғой. Олай болса кеттік, залда отырған қонақтардың арасынан 43-ші размерді мужской туфли. 43 мужской. Сен, стоп, жеңілген жоқсың, сен просто кешіп қалдың. Тағы возможно, фу, мне ұсыз сасып отыр ғой кәдімгі. Кімдікі анаға? Дружок. Размері қанша, конкретно, чекичай. 44 па? 44 одыкі. Сенікі? Кімдікі? 41 дағы. Давайте, екеуіңізге. Сізде қандай? Осыдан шығып жатыр ғой сөзі кейсін. Кімдікі мынау? 43. 44. Тұрамыз. 44 қой сенікі. 43. Апаршы сасыптай. Апарамыз. Так, қарындасымызға бір сыйлық берейік. Енді екі ақ қыз қалды, екі қызға бір ақ тапсырма береміз, құрметті қонақтар. Олай болатын болса, екі қызға старший официанттың фартуғы. Старший официант. Старший кім? Ай, әне. Сен басымен жұлғыман ғой, ноғы жүгірді олсын. Кім? Қайсы старший официант? Кім не? Сен ба? Возможно бар. Ана қыз. Тез. Жаным, Камила датаны 10 мың теңге керек па саған? Молодец. Екінші орын алған кім еді? Аминаға бір шапалақ. Давайте Аминаға 2 сыйлық берейік. До конца бар да? Ана фирма не бар? Дәу сыйлық берші. Дәу. Аминаға шапалақ құрметтеріңіз ағайын. Молодец. Бірінші орын, мына кім аяқ деймін? Әлі жатыр ғой. Кімдікі анау? Молодец. Бірінші орын алған Камилаға құрмет қошеметтеріңіз аяғыңыздар, құрмет қонақтар. Так. Ақша не болды? Номерін алып отыр ғой, сенің номерін просто газ. Так, номер. Жеңгені қайда тілейе ол? Қош, не? Номерін алапты. Сетімді ұстамай ма? Жоқ, мен бар ғой, бірінші орын алған болса 15 мың береді. Қанша керек саған? Қаншаға мұқтажсың? Жоқ бұда. Ашпай ма? Ашты, наконец-то. Так, номер. Жетшіліксіз жазылыңыздар. Құлағына. Ерекеңнің атынан 10 мың теңге, құрметті қонақтар. Солсай. 15 мың. Шапалақ құрметтеріңіз шекті көрістейік. Конкретно 15 мың, 10 мың деген 15 мың теңге беріп бар, құрметті қонақтар. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Красавчик ереке. Камила, тойдан тобықтай сыйлық сізге тағы да той есін алған тағы бір сыйлық. Бір шапалақ ұрып қойыңыздар, құрметті қонақтар. Ал, екі жас, рахмет, анда-сырға жайғасаңыздар ұқсат, орындарын сүріндемен болмасына неге келіңіздер.
кішкене ойындарды көбейтші деген соң ойындар ойнап жатқан жайымыз бар. Енді ортаға шығатын қонақтар сіздерден өтініш, сағат 12-ге жуық құдаларымызға дананы ұзатып жібергенді жөн көріп отырмыз. Енді тілекті қысқа нұсқа тарих айтпай, тілектің тәтті жер айтсақ дұрыс нөмір болар еді. Олай болса ортаға достар басы қосылмай, күнде жиын болмайды. Достар деген осындай, достар тойын тойлайды екен. Ортаға той иелерінің класстас достары Жұмабек, Галима, Мұхтар, Назгүл, Бақыткелді, Айдан, Тоқтарбай, Қарагөз, Айдан, Лебай, Нұрсұлу, Толғанай, Ерназар, Дина, Жангелді, Назгүл, Қуаныш, Аннар, Серік, Жаңыл, Ерболат, Раушан, Бауыржан, Мұхит, Жангүл, Мұрат, Шынар, Нұрбосын, Мейірім, Серік, Сабира, Азамат, Ләззат, Серік, Динара, Нұрғали, Күнсұлу, Гүлай, Нұрлан, Бота, Сапа, Болат, Бота, Тілектес, Жанат, Жасқайрат, Гаухар, Алтынбек, Әсел, Серік, Гүлжахан, Қалиясқар, Шынар, Ержігер, Айгүл, Ербол, Махаббат, ортаға билеп-билеп қойыңыздар, әлекей достар. Класстастар. Осындай той байлықтарыңызға жұғысты болсын. Тойға бәріміз осындай жинала берейік. Біздің класстастарымыз біз. Абайлықтың класстастары. Амандықта осындай тойда болып жүре берейік. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым, құрметті құдалар. Біз Абайбек пен Жәмиленің 25 жылдан бері аралап жүрген достарымыз. Ал құрметті құдалар, мына тойға шыққандарыңыз құтты болсын. Мына бағана бүгін таңертеңнен бастап құдалық болды, соның жаңағы содан бері тойлап келе жатырмыз ғой. Той боласа берсін. Мына екі бүлдіршіміз бақытты бола берсін. Қызымыз барған жерде балдай батып тастайсың, судай сіңсін. Әр уақытта жаманшылық көрмесін. Абайбек сендердің шаңырақында жақсылық қуанышы көп бола берсін. Құда қаласа ана тойында қызмет жасап жүре берейік. Басымызға бақ болған Алла қалап, бақытты бағалаған ұлы ғажап, аспан асты жерсін тойып жүрген, ассалаумағалейкум барда қазақ. Ал енді мен көп сөйлеп созбай-ақ қояйын, мен осы 2 жасқа бір арнау айтып көрейін. Қабыл алыңыздар. Аман есен үйленді-ау, Бекжан шатым, құлашың кең болды ғой, жазамадым. Дәл өзіңдей жігіттер аман болсын, шығаратын бұйырса қазақ атым. Дина жанға, Бекжан жаным үйленді, Дина жанға, жаратқаным ісіңді оңдамай ма? 2 жасқа ән арнап шырқағанда, қолым соғым көпшілік қолдамай ма? Қолдамай ма? Екеуіңмен әрдайым мақтанайын, соза бермей осымен тоқтамайын. Құдалығың 1000 жыл болып үзілмесін, осындағы суармен құдаларым, құдаларым. Алатауың шалғайтын шын қыздарым, жарық болсын әрдайым жұлдыздарым. Бекжан жаннан таған ұрпақ көп бол, қаптай берсін тілегім ұлы қыздарым, ұлы қыздарым, құдаларым. Молодец. Күшті. Азекеңіне шапылап өңеміз ғой айтты. Азамат ағамыздың мына өнері өрлейді екен. Азамат көкемнің мына арнауы осындағы қонақтардың жүрегін тербейді екен. Осындай арнау айтқан азаматқа Жәмилетті бір подарок берейін деп. Бір подарок беріп қояйық. Енді ауылда постоянно барлығымыз айтайық. Постоянно барлығымыз қарызға салдар жасайтын магазин бір адам сөйлесін кеңіз. Кеңіз. Ассалаумағалейкум, тоғай жиналған көпшілік, Абайбек, Балыз, тойларың құтты болсын. Көріп жатқан күйеу бала, құдаларың енді 1000 жылдық болсын.
Абайбекпен енді бір класста оқыдық қой. Абайбек құдаларыңыз жақсы жігіт көріп жатырсыздар енді. Бір кішкене жақсы жерлерін айтып мақтап кетейін енді кластасында. Бір партада отырғанбыз. Сабақты жақсы оқитын, мен қасында отырамын, екеуміз бақылауды нені бірге жазамыз, бір вариант болып аламыз екеуміз де. Мен Абайбекте көшіретін енді. Сондай жақсы оқыған енді құдаларымыз, ата-анасы да бәрі жақсы кісілер. Құдаларымыз мың жылдық болсын, төрден алған төрлеріңіз құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Тек қана тілейтініміз сол. Құрметті бүгін тойшыл қауым, Жәмила, Абайбек, бүгін енді Ақтүйенің қарын жарылып жатыр. Құтты болсын, той-тойға ұласын. Қазақта жақсы сөз бар, ұлың өссе өрісің, қызың өссе қызығың деп жатады ғой. Сондықтан өрістеріңіз молынан болсын. Құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. 2 жасқа тілерім, балапандар, бүгін сендер үлкен шаңырақ құрып жатырсыңдар. Шаңырақтарың биік болсын. Ең бастысы екеуіңе денсаулық тілеймін. Дені сау адамның қара басы ханмен тең дейді. Сондықтан бастарың ханмен тең болсын. Бірің ай, бірің жұлдыз боп, күн боп арттарына жұлдыздарың ере берсін. Енді сіздердің қазіргі бар байлықтарыңыз, ата-аналарыңызды 2 жақты бірдей сыйлап, осы кісілердің батасын алып жүрсеңіздер, сіздерге алынбайтын қамал жоқ. Сондықтан құрметті құдалар, алып жатқан келіндеріңіз құтты берекелі болсын. Жақсы сөз бар ғой, келіні бар үйдің керегесі алтын деп жатады. Сондықтан керегелеріңіз алтынданды. Енді Алла бұйырса, ортада сүйінші сұрайтын ұрпақтарыңыз көп болсын, той-тойға ұласын. Жәмила, сыныптасым, біз кішкентай кезімізден бірге өскенбіз, біз сенің тілекшіңбіз. Тек қана жақсылықтарға келейік. Енді біз Жәмиланың Жаркенттегі әпкелеріміз сөйлемеген, соншама жерден келіп тұр сөйлемеген қасақ бұттың сияқты болып тұр. Тамада асықтаған сайын болды деп қоямыз, бірақ та сөйлеуге тура келіп тұр енді. Абайбек, Жәмила, бүгінгі қуанышты күндеріңмен құттықтаймыз. Сондай керемет той болып жатыр. Асаба да өзіміздің жігітіне тойлардың тойға ұлассын. Данамыз кішкентай ғана, нәзік. Қалай десем олар тағы да басқаларын айтпай қойын. Апа деп артынан есіп жүретін кіп кішкентай ғана қошақаным, бақытты бол, барған жерінде бағың жансын. Жігіттің екеуің міне бір-біріңді таптыңдар, тату тәтті. Өмірдің барлық сынағына көніп, бірге тату тәтті жүріңдер. Сендер бақытты болсаңдар, ата-аналарың да бақытты, сендер тату болсаңдар, ол кісілердің де әрқашанда езулеріне күлкі кетпейді. Құда-құдағи да сол кезде тату тәтті болады. Сол үйдің керегесін алтыннан қала. Біз енді бағалай білгенге бақ қонады, қуана білгенге құт қонады деп сендерді бағалап келді. Құдалар, біздің Жәмиламыз, Абайбегіміз сондай керемет жандар. Деп ауыздарын ашса, ар жақтарынан жүректерді көрінетін. Сондай бір керемет жандар. Міне 30 жылдан асып кетті араласқанымызға. Біз сендерді жақсы көреміз. Бақытты болсын балалар. Аспанда бір жұлдыз бар, айдан жақсы. Арқада бір кедей бар, байдан жақсы. Жаманға бір сөз айтсам қорс етеді, балқадан қорғасындай қайран жақсы. Бүгін Абайбек пен Жәмиланың жасап жатқан тойы қандай жақсы. Бір қол соқтық. Төрден жүрегімнен құлақ түрдім. Мен бүгін қуаныштан жылап тұрдым. Сырғакен құлағына таққан кезде бой жетіп қалғанымды бірақ білдім. Бір шетін жүрегімнен жұтамдаймын, бір сәтке құлазықта тұрғандаймын. Ағайын айтыңдаршы, қуаныштан көзімнен жас алырған болғандаймын. Ал Абайбек, тойларың құтты болсын. Жастарға айтарымыз,
Жалғыз болсаң, жаның қалай жаның бар, махаббатың бар да мәңгі әлің бар. Сүйгендерің болса, адасып қалмаңдар, сүйгендерің жоқ болса, іздеп табыңдар. Ақ пен қара жолдарының жолағында ол уақыттың қонағы. Дос деген ұшарға кей кезде, туыс деген төрт әріптен жоғары. Достығымыз бағалымыз. Тағы бір өтесің, тағы бір түсініктеген. Рахмет. Кеңші, одан кейін мына кісіден кейін Қалиясқар мен Ерболды ортаға шақырайық. Осы үш кісі қысқа тілегін білдіреді. Бірінші қатен міндетті түрде сөйлейді. Бағана бері күтіп тұр мына кісі. Жақсы сөйлеңіз. Бойсыздар артынан сөйлейді. Тілі кеңсі. Ал енді Абайбек Жәмилдің тойлары құтты болсын. Мына даналығымыз, ана еліміз болсын. Қызыла барған жерім бақытты екен деп барады ғой. Қызалардың бақыттан шапағат қотырып болсын. Тастар айырып. Мына махаббат деген биік тас, оған ешкім жете алмас. Оған жетер тек қана тоғыз тасқан егіз жас дейді. Мына ұстаған қолдарың мәңгілік болсын. Бақытты болыңдар. Құрметті құдалар, бірге шыққандарыңыз құтты болсын. Тойларыңыз құтты болсын, суан елі құтты болсын. Бәріміздеріміз мына суан елі, бәріміз мына келіп жатыр. Бәріміз жазиралы Жаркенттеміз. Аллаға шүкір. Тойларыңыз құтты болсын. Абайбек Жәмиланың осы екі жасымыз бақытты болсын. Алла тағала тілден, көзден, жаманшылықтан сақтасын әрқашанда. Тек қана қуанышты, жақсылықта болсын. Айтады ғой, қысқа айтайын, алдында тас, таста тас, жақсысын жақсы тастамас. Тіршілікте керегі қосыла берсін, басқа басымыз қосылып, жұмыс жазылмай, әрқашанда осылай тойда кездесе берейік. Ал енді мынау біздің сыйлығымыз, және біз құдаларды, құда мен құдағиды ортаға шығарғымыз келеді, кигізетін шапанымыз, беретін тойбастарымыз бар. 75-тердің артынан. Құда мен құдағи ортаға келіңіздер, шайге. Ал келейік. Жетсіздер ма? Тәден жігітіңіз қайда? Құдағи. Ағам қайда? Ол кісі көрінбей қалып екен, бой ішінде болды. Сол құда жоқ қой. Енді құдағиға, және құдаға арнап, осы достардың артынан үстілеріне тәтемізге камзол, құдаға шапан қайда? Құда. Құдағилар, шапалақ құрметпен. Басыңдар. Рахмет аға. Баланы жерден желектеп алыпсыздар келіп. Сіздің балаңыз сияқты көрі. Болды аға, болды. Я, құлайды бұл кісі. Қалеге, құданың иығына достардың артынан шапан. Және де құдағиларға арнайы той бастар. Өздеріңіз апарып беріңіздер, құдалар көтермесін. Көтермесін, өздеріңіз апарып қоясыздар. Құда басқа шапан жоқ. Рахмет. Рахмет. Тағы бір. Мына той бастар. Кімге? Өзіне ма? Тәте өзіңіз келген. Ал енді құрметті қонақтар мінекей ортаға келіп отырған әкеміз бен анамызды жауға білмейтін достар ағайындар. Осы достар, сіздер аман болыңыздар. Сіздердің дәулеттеріңіз осындай той болсын. Олай болар болса, жиналып тұрып жақсымыз сөре кетсек, сіздердің құрметтеріңізге жазиралы Жаркенттің жезтаңдай әншісі Сабира ханымның тамаша ән шашу болады. Сол әнге жақсылап билейік. Кәнеге жиналыңыздар, жақсылап. Got something to say.
Үлкендерімізді шаршатпай құрмет ағайындар. Ал енді құрмет ағайындар, енді рұқсат болатын болса, осы данамның бір басы екеу болып деп, осында дананың құрметіне әкесінің арнаған тамаша ән шашу бар ағайындар. Олай болса дананың құрметіне тамаша әнмен арнаға Абайбек ағамызды құрмет қошеметпен арнаға қарсылайық кәлекей. Кәлекей, дананы ортаға шақырайық, Абайбек әкеміз ортаға шақырайық, тамаша әнмен қарсылайық кәлекей. Олай болса, Абайбек ағаны тамаша әнмен қарсылайық, дананы орай кет.
жолдастардағы тамаша әні бар екен. Ортаға құрмет қошеметпен қарсы аламыз. Құрметті отырар Азамат қайда? Енді құрметті ағайындар, мінекей дананы көріп тұрсыздар. Негізі мына қыз баланың тәрбиесін мына бір әулет қана бермейді ағайындар. Бүкіл ауыл болып осындай қызды тәрбиелейді екен ағайын. Осындай керемет қызды тәрбиелеп өсірген ағамыздың барша туған туысқандарына, ағай туыстарына бір қаттырақ шапалақ ұрып қойсаңыздар қайда. Дананың әні дайын болғанша, дастарханға жайғаса берсеңіз болады. Бір тілекпен сізді міндетті түрде шақыратын боламыз. Ал енді қадірменді қонақтар, тойымызды әрмен қарай тамаша ақ тілек кезегімен жалғастырғанды жөн көріп отырмыз ағайын. Олай болса, асабаның алаңына, тойханамыздың төріне Абайбек ағамыз бен Жәмила анамыздың осындағы барша коллективтері Мұрат, Алия, Данияр, Аяулым, Ержан, Айгүл, Ләззат, Шолпан, Мағауия, Жұлдыз, Назым, Аян, Гүлжамал, Салтанат, Ардақ, Жанар, Анар, Нұргүл, Айгерім, Сабина ортаға биліктері қойыңыздар қайда. Тойға қош келдіңіздер, тегі қырымдарыңыз Алланың нұры жаусын. Енді басайтын, кәң саған. Қадірменді қонақтар, той құтты болсын. Абай мен Жәмила қызымыздың қадамы құтты болсын, барған жеріне бақытты болсын, баянды болсын. 2 жас бақытты болса, сіздер де бәрін де жақсы болады. Енді той боласын, тойларыңыз құтты болсын. Абайбек қашаннан бері араласып жүрміз, дос болдық, ағаларымыз болдық. Тойларыңыз құтты болсын, балалар бақытты болсын. Өмірлі шүбірлі болып, сіздердің қуаныштарыңыз болсын. Бар жақсылық тілеймін, аман болыңыздар. Той болсын. Ассалаумағалейкум досым қауым. Тойларыңыз құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Енді көп сөйлемей қойып. Әбеке, жеңге, тойларыңыз құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Қымбатты, құрметті, бүгінгі осы тойға жиналған Абайбек менің досым мен, және подругам мен ең жақын туысқандары, ағайын достары, барлықтарымыз бүгін өте тамаша тойдың куәгері болып отырмыз. Бүгінгі осы үлкен тойға ұласын, және Абайбек жандарым сол, Дана мен Бекжанның ұстаған қолдары өмірлік болсын. Екеусіне айтатыным, жандарым сол, балапандарым. Мен жақында 2 ай бұрын өзімде қызын ұзаттым көңізімді. Аллаға сансыз шүкіршілік, свежий құдағи болып жатырмыз, және подругам. Дана мен Бекжанға айтатыным, алтындарым, ақылды, өте саналы, тәрбиелі, мықты жанұядан өзіңе жартында болсын, Бекжан. Вкусың өте керемет екен. Ал құдағиым айтатыным, құдағи сізге просто повезло, Жәмила сияқты құдағимен. Өйткені жайдары, сабырлы, сондай салмақты, осындай адамдармен Жәмила сияқты, Абайбек сияқты мықты достар берген Алла тағалама сансыз шүкіршілік айтам. Өмірге ризамын, осындай мықты достарым бар екеніне. Ал енді балапаным Данам, саған Бекжан, күйеу балам, саған айтатыным, біз өмірде ең бірінші мектепте сабақ өтеміз. 1-ші сыныптан 10-ші сыныпқа дейін, кейін 11-ші сынып болды. 1-ші сабақ өтеміз, 11-ші сыныптың аяғында сынақ тапсырамыз. Ал өмірде ең бірінші біз сынақ алады екенбіз да, сол сынақ бізге өмір бойы сабақ болады екен. Жандарым сол, осы өмірдегі ойлы, шықырлы, осындай бір тегіс өмір емес,
қиындықтарда болады, өмір соғысымен қызық. Сол қиындықтың бәрін бірге, жандарым, қуаныштың бәрін бірге, қол ұстасып бірге жеңіңдер. Екі жақтағы мамаларыңды, папаларыңды бірге бірдей құрметтеңдер, бірдей сыйлаңдар. Өйткені бұл кісілердің, біздің ананың арманы, әкенің арманы ең бастысы баласының бақытты болуы. Сондықтан Құрметті тілек айтушы, сіздің тілек айтуыңызға 6 секунд алды. жарайды, 3 секунд аяқтайын. Екеуіне өмірдегі барлық бақыттың бәрін тілеймін, жандарым, сол бақытты болыңдар. Және абайбек жандарым, той болсын. Кеш жарық, Тайшолпан, Абайбек, Жәмилә, тойларың құтты болсын. Ең бірінші екеуіңден саулығың болсын. Осы балдардың жақсы күндерін көріп жүре беріңдер. Дана жаным, күйеу баламен бақытты бол. Барған жеріңде бақытты алған келіндерден болып жүре бер. Біз саған сенеміз, сен бәр жерде бақытты болатын қызсың. Тойларың құтты болсын діндер. Рахмет. Қайда бақытты болып айтыңызшы. Екі сезім бір-біріне беттеді, екі жүрек бір-біріне ептеді. Ашу дұшпан ешқашанда болмасын, үйлерде тек ырыс береке кетпесін. Все, осылай қалғанымыз. Рахмет, тілектеріңіз сау болсын. Сіздерде де осылай той болсын, жақсылық болсын, коллектив, ғылыми немелерде де лаборатория жұмыстарыңыз алға баса берсін. Олай болатын болса осындағы ағаларымыз сәттеріміз болып бір суретке түсіп алыңыздар. Одан кейін сый-сияпат табыстап, дастарханымызды билеп барып жайғасайық. Тойымыздың тәмамдалуына да аз ғана уақыттар қалды, құрметті қонақтар. Коллективтер, рахмет. Бүгінгі тойымыздың ақырға ақ тілек кезегін берген жүгір отырмыз. Олай болса асылын алаңына тойханамыздың төріне келесі тілекті анамыз бен әкемізбен бірге екі жас тыңдайтын болады. Олай болса ортаға екі жастың Ұлжалас пен Құлжалас бастаған барша осындағы достары коллективтерін түгелдей ортаға шақырайық кәлеге. Это ночью откровение. Дарю тебе ключи, открой сердце и зажги, чтоб пламя не погасло. Это ночью знать счастье. Я знаю, ты придешь, а где с ума сойдешь. Надо тратить время, Ал, құрметті достар, бүгінгі тойға қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға Алла нұр жаусын. Енді достар, осы тілекті Ұлжалас пен Құлжалас таңнан кешке дейін осы екі жастың шашбауын көтеріп жүрген осы кісілердің арқасы. Осы кісілер бастап берсе рұқсат қояйық. Алдыға шығайық, екі қадам алдыға шығайық. Енді ақ тілек өздеріңізден, енді бауырым қызын жол жіңішке дейді ғой, иә, Ұлжалас бастайды. Бекжан бауырым, бүгін келіп жүрген тойың құтты болсын. Басыңа қондырған құсы құтты болсын. Енді не дейміз, біздің арамызда ең бірінші болып үйленіп жатқан өзіңсің. Бізге де жұғысты болсын. Енді той құтты болсын, білесің, өзі көп сөйлемей. Бақытты болыңдар. Көке, тәте, қыздарымыздың тойы құтты болсын, бақытты болсын. Мен вообще сөзге жоқпын негізі. Енді біздің бывшая директрисамызға берейік сөзді. Сол кісіні айтсын. Ну что могу сказать? Мы этот день ждали все. Мы пришли здесь от лица нашего салона поздравить нашу сотрудницу Дану с этим знаменательным днем. И скажу, наверное, полностью от нашего салона, мадам Девиль, будьте счастливы. Я хочу сказать отдельную благодарность родителям Даны. Поздравляю вас, у вас появился сынок, еще один. Пусть дети ваши будут всегда счастливы, довольны. Пусть будет у них всегда в доме детский смех, детский плач. Поэтому бақытты болсын. Я безумно рада, мы все это ждали.
около 2 месяцев, наверное, готовились вместе с Даной, переживали. Поэтому эти чемоданы – это их путь, это их дальше путешествие и тому подобное, да. В каждом чемодане находятся определенные вещи, которые ей будут необходимы в семейной жизни. Всем находящимся здесь гостям желаю всего самого наилучшего, счастья, здоровья, всего самого хорошего. Шабалар құрмет, бүгінгі екі жасқа арнап, алда үлкен саяхаттарға шығады бұйыртса деп, ырымында осы керемет сый-сияпат табыстап жатыр. Шабалар құрметтеріңіз қайда достарға, коллективтерге. Енді мен құрмет жатыр, көп тойға барам. Мына достар деген тойдың соңында тілек айтады ағайындар. Бұл кісілер тойдың басынан аяғына дейін барлықтарыңыздың тілектерін сабырмен тыңдаған. Енді осы жас болса да осы кісілерге құрметіміз көрсетіп, бір осы тілектерді тыныш отырып тыңдап алайық ағайындар. Өтініш, бірімізге құрметіміз аямайық. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Енді осы келіп жеткен той құтты болсын. Абайбек аға, Жәмил әпке, уайымдамаңыздар. Менің алтын досым, сіздердің қыздарыңызды бақытты болады. Мен оған сенемін. Енді Бека екеуміз енді мынандай кезден бастап досымыз. Енді ойбайтын едік, ей-ой, бірақ тойымыз мынандай болады, мынандай болады, мынандай болады деп ше. Негізі прям бастан өтсе бөлек қызық болады екен. Ал екеулеріне енді тек қана бақыт. Енді досым, бауырым, білесің, бауыр деген сөз өте қымбат. Енді сен осы сөзге өте лайықтысың. Енді айтады ғой, дос деген қиын сәтте тірегін, жақсы кезде жүрегін дейді ғой. Ал досым, енді жүректен шыққан сөз өзінің жүрегіне жетеді. Құдай қаласа бақытты болыңдар, өмірде шүбірлі болыңдар. Ал енді бақытты болыңдар. Сен кішкентайдан өскен досың ба? Класстас па екеуің? Мен бір сынып жоғары. Қойш, сендер қалай өсесіңдер негізі? Наоборот не? Бір істер айтып берейін. Айтпаш қосын сен. Айтпаш, тойды айтшы. Айтын кеп тұр ма? Тойды айтсын ба? Айтшы кел. Бол тойды. Қайбекті. Баршаға ассалаумағалейкум. Бекжан бауырым, енді осы келіп жеткен той құтты болсын. Дана, мен Беканы ең жақсы білетін адамдардың бірімін. Мынандай кезде тоже бірге өскен баламызды, қосымыз, бәріміз бірге өскенбіз қаскелеңде. Беканы менен артық білетін адамдар бол. Біледі. Мен сені бақытты қылады, сені бақытты қылады бір сөзбен. Не жеймін, не ішеймін, оның бәрін ойламай-ақ та қойып, Бека оның басы істейді, ақылы бар. Бірінде мен деген азаматтардың бірі, осындай досым болғанына мен қуанамын, осындай досың сендей қыздың ата-аналарына мыңда бір рахмет, Алла нұры жаусын оларға. Сендерге ең бастысы бақыт, келесі жылы бұйыртса балалардың қызығында кендер праздникте кездесейік. Мә балам, естігім кеп тұр, айтасашы. Кел, айтшы. Диас, кел, айтасашы, просто естігім кеп тұр, не біледі ол? Айтайын бір. Кетіп қалса, звезда болғанда мен просто ше. Енді Бек әкеміз басында танысамыз ғой. Оның Тайсын деген иті бар. Енді бұл ол кезде 7 бала оқимын, мен 8 оқимын. Ол енді сол кезден бастап көрші сақалы бар, анау-мынау үлкен көрінеді ше. Жоқ, сақалы прям көп емес енді. Жоқ енді сол кезде мен ана иттен қорқамын да, аға итін ұстағаншы деймін. И содан кейін, короче, тағы да 1-2 күн өтеді, әлі жүр. Енді қызық қой енді сол районға бірінші рет көшіп келдім. Бека да сол районға бірінші рет көшіп келдім. И содан кейін, брат, негізі қай жылдасың деймін ғой. Мен, короче, 2-3 дейді. И потом, қай сыныпқа көштің деймін ғой. 7 оқимын дейді. Мен қалай айтамын 8 оқитынды деп ойланып қалдым сол кезде. И потом жерге қарап тұрып, брат, мен 8 оқимын деймін ғой. Бітті ма? Вообще скучно. Рахмет. Құдай күні айтпа болсын. Сен шынымен де, мен ағада ойлап, сен ағаң көрсің, досың едің, еще үлкенсің сен, молодец. Тағы сөйлейтін кісілер бар ма? Кел, Камила, үйлеріңге жүр. Сөйлемейсің ба, сөйлесің? Кел ау. Бақыт, тек бақыт. Все. Молодец. Самый короткий тілек еткен қонаққа бір сыйлық берейікші.
историяны қамту. История айтқан бауырымызға диаспора бір сыйлық беріп қояйық. Шапалақ құрметтеріңізге амаңыздар, дәке красавчицы. Рахмет, қадам достар, тілектеріңіз қабыл болсын. Енді рұқсат болса, бойдақ қыздар алдыға шығыңыздаршы. Кім бойдақ? Бойдақ. Бәрі бойдақсың. Басқа қонақтардан болса, бойдақтар болса, орта шықсаңыздар болады. Камилал сияқты үйлерін келіп жүрген кісілер болса, келіңіздер. Құрбыларына арнаған. Рахмет, қыздар, осы өсіргенде жұмыс болсын, олай болса достар болып, екі жасты орталық бір суретке түсіп алыңыздар. Одан кейін би қояйын десем, диасты тоқтатылмай қаламыз. Сондықтан да насыр. Ал енді қадірменді ағайындар, Абайбек ағамыз ортада болса, енді бүгінгі Дананың айтты қой, сіздерге арнаған, өзінің әулетіне арнаған тамаша ән шашу бар. Дана келе қой. Дананы тамашамен ортаға қарсылайық. Абайбек аға ортаға келсе. Бабамыз қайда?
ызамен көз жасына қалды ғой негізі. Дана келе қойшы. Құрметті ағайындар, айттық қой мына бүгінгі дана қыздарыңыз Абайбек ағаның ерекше еркелетіп, бетіне қақпай осы күнге дейін өсірген қызы ағайындар. Құрметті құдалар, енді мынау қыз беруде оңай емес. Абайбек ағамыз көзінеки негізі бір жағынан қимастан, бір жағынан қуаныштан көзіне жас алып жатқан жайы бар. Енді осы қызды сіздерге аманаттаймыз, Алла қаласа. Осы келіндеріңіз арқылы айттық, әулеттеріңізде 10 шақты ұл, 10 шақты қыз өмірге келіп, осы дана келіндеріңіз осы екі әулеттің елге қараған жүздерін жерге қаратпасын деп тілейміз ағайындар. Енді мына жерде тойдың главный сыйлығын тойдың соңында келді маған. Енді осы сыйлықты дана өзімнің осындағы ата енең жағынан келген қонақтарда кімге берсек болады мына сыйлықты? Айжан тәтеге. Айжан тәте, ол кім саған? Қайдан кем? Қайдан? Молодец, енең ғой иә? Күшті айтады. Айжан ортаға келейікші, Айжан ханым ортаға. Құрмет, қошеметпен, Айжан ханым. Бүгінгі тойдың ең ерекше сыйлығы осы Құдағиға беріп тұр екен, просто так бере салғанымыз болмайды. Айжан ханымға бір сұрақ қоямын, одан кейін береміз. Сұрақ. Атыңыз кім еді? Айжан. Бере сал дұрыс. Айжан ханымға шапалақ құрметшілеріңіз аймаңыздар ағайын. Не еді? Жұбайың еді? Бекжан, қайығы дастархан өрде-төрде жайғасаңыз болады, орындарыңыз суреттеме болмасын әйге. Енді тосынау сөзің тобықта түйін шарасынға келіп жетті ағайындар. Мінекей бүгінде осылай қызымның бір бас екеу болды осылай кереметті бірде тоймен бөлісіп атқан. Бүгінгі тойымыздың иелерін келерін. Баршамыз орнымыздан тұрып, мойнымызды бұрып, шапалағымызды ұрып, ағайын туыс екенімізді ұқтырып, дананың үлкен әкесі Абай ағамызды, үлкен шешесі Айжан ханымды, той иесі Абайбек ағамыз бен Жәмилә анамызды баршамыз құрмет қошеметпен қарсы алайық ағайындар. Той Рахмет. Ал енді рахмет, құрметті қонақтар. Енді бағанадан бері ағайындар отырсаңыздар болады. Енді бағанадан бері уладық, шуладық, той-тойладық, пай-пайладық ағайындар. Енді мына бүгінгі осы дағдарыс тастырған заманда, берекені қаштырған заманда, азық-түлік қымбаттап, өкіметіміз жұмбақтап, пенсионнан айырым жасақ та, зарплаттан қайырым жасақ та, осындай уақытша заманда уақыт тауып келіп отырған бүгінгі барша қонаққа деген той иелерінің бір ауыз рахметін. Салафанның сылдырынсыз, тарелканың тыңырсыз тыңдап алсақ болады ғой ағайындар, иә? Олай болса қазір тойдың аяғында әкеміз бен анамыз рахмет айтады. Ең алдымен өзімнің ұстазым, суырып салма ақын Абай ағамның бір ауыз рахметі болсын әйге. Мынау ерте шыққан құлақтан
кейін шыққан 100 зат озат дейді екен. Рас па? Бала қалай? Жоқ, бала қалай айтсаңыздаршы. Рахмет, жаным. Мына өмірдің өзегі, уақыттың кезегі, шыны керек. Ел алдына шыға алмай жүрген кезде қара сөздің қаймағын, асыл сөздің айғағын осы Абайбек екеуміз кезегімен реттеп жүріп, осы баланы тізгіндеп жүріп жолға салғанбыз. Әзір Аллаға шүкір, ел алдында жүріп жатқандар екен. Мұхтар, Акөнай қайдасыңдар? Мұхтар, келе ғой айналайын. Қол соғып қошыңдар. Мұхтар, Акөнай, қошыңдар. Біз сағайындымыз. Атадан туған үш тұяқ екеуміз сөйлеп біреуін отырғызып ұят шығар деген ниет қой еді. Мына осында тұрған кешегі Ахам мен Жанәбілден туған ағайын туыс туған түгел осында келіп жатыр. Сонау Астана, Алматы, Атырау, анау бас анау хан тәңірі түбінен Нарынқолдан атам, апам, асыл аналарым келіп жатыр. Аллаға сансыз шүкірлік. Әрбір осы қуаныш тек өшіреге бір тілек, бір бата беріп жатқан әрбір қадамдарыңызға Алладан мың мәселеп салып жатырсыз. Мен сіздерге мың бір рахмет айтам. Өйткені менің артымнан ерген ат тұяғын тай басар дейді. Осы Абайбегімнің қуанышы, берекенің қуанышы, жақсы тілек. Енді қимайды қыз баласын. Қанша бір жерден ойып түсірді, табанмен кетем десе, ешқан жерді тоқтата алмайсың. Рас, сіздерге мыңда бір алғыс, сіздердің құрметтеріңізбен, сіздердің қуаныштарыңызбен бүгін той дүрлі өтті деп ойлаймын. Қанша жерден қара сөздің қаймағын, асыл сөздің аймағын айтқанмен, берекенің бірлік бекерімен бір халықсыз, өзіңді жақсы көретін осындай ұжымыңсыз берекең болмайды. Сол сияқты осы өмірге әкелген әкеміз бен анамыз жатқан жер жанатта тән рахатта болсын, көре алмады. Бірақ олардың ниетімен, солардың тәлім тәрбиесімен біз осы ақылдасқан күйі осы ағайын туыс туғандарды ортаға шақырып жатқан жайымыз бар. Ұстары жоқ қылыштың өткірінен не пайда? Бірлігі жоқ туыстың көптігінен не пайда? Ішіне адам кірмесе, зәулім үйден не пайда? Араласып жүрмесе, ағайыннан не пайда? Қарға төгіл көңілмен, шуақты ұмылайсың, жүрдің жүрек күрекпен, кейде жүрекпен тулайсың. Сағынасың ағайын, сағынасың. Осындай бір тойда көргің келіп, жүректен тыныш жылайсың. Сонау Жәркенттен келіп жатқан, сонау Астана, Алматы, Атыраудан келіп жатқан барша ағайындар, біреу қалып деп өкпелемеңіздер. Сіздерге бүткіл Жанәбілдің балаларынан мың алғыс деп бір иіліп сәлем берейікші ағайындар. Рахмет сіздерге. Тағы айтамын, бата тілектеріңіз қабыл болсын, ниет қабыл болсын ағайындар. Жолдас жоралары бар, басқа тілектері бар, осында жүріп жатқан ағайын туыс туғандар бар. Мың алғыс, ар жағын ары қарай жалғастырады. Ассалаумағалейкум. Барша ағайын туыс бауырлар, бүгінгі мынау үлкен қуанышқа куә боласыздар. Осындай қуанышты нәсіп еткен Алла тағалаға сансыз молдақтармен шүкіршіліктер болсын. Жаңа бүгін айтып кетті ғой, осы кезінде біз білмейміз ғой. Біз ұйықтап жатқан кезде ата-анамыз біз үшін қалай дұға қылады. Я Раббым, осы баламның үрім бұтағын өсіре көр. Я Раббым, осы баламның үрім бұтағын өсіп, өні өсуін көруін Аллахым өзін нәсіп ет.
тұрмысқа шығуын нәсіп ет, ұрпақтардың көп болуын нәсіп ет деп, мүмкін ата-анамыз біз ұйықтап жатқан кезде дұға қылып кеткен шығар. Бәрі ата-анамыз сондай. Аллаға саншылық шүкір, Әбіке бауырымыздың бүгін міне үлкен жақсылығын көріп, соған куә болып отырмыз. Аллаға саншылық шүкір дейміз. Ал құрметті Құдеке, бүгінгі шығып жатқан төріңіз құтты болсын. Сіздің талай жыл бірге жұмыс жасадық, бірге еңбек еттік. Ана күні Әбікең өзіміз танитын жігіттің баласына тұрмысқа шығады екен дегенде мен өз басым қатты қуандым. Неге? Өйткені бір көрген таныс дей ма, танысып бірданды бөліп бірге еңбек етіп жүргеннен кейін сондай қарапайым адам, сондай жақсы жігіт өз басым қуандым. Өйткені танитын жерге барған жақсы ғой. Қызың өткен жерден қызды уайымдайсың, қыз болғаннан кейін. Сондай өзім қатты қуандым. Шаймұрат, орныңыздан бір тұрып қойыңызшы. Алла сізге күш қуат берсін, осындай азаматты өсіріп, бізге мінекей айтады ғой, Алланың қалауы мен адамның қалауы сәйкес келсе, ол неке қиылады дейді да. Алланың қалауы сәйкес болды, екі жастың қалауы сәйкес келді, неке қиылады. Ал Бекжан бауырым, орнынан бір тұрып қоя ғой, саған тілек айтайын. Алла тағала өмір жастарын ұзақ қылсын, бақытты баянды ғұмыр кешіңдер. Хадиша анамыз бен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям махаббатындай махаббат тілеймін сендерге. Ертең Алла қаласа некені қиылады. Неке қиылғаннан бастап не болады? Қызымыз саған толық аманат болады. Дұрыс па? Өмірінің соңына дейін сол қыз саған аманат балам. Сол аманатқа жақсылап қарап, семья деген үлкен бір мемлекет дейді. Ол мемлекеттің өзіндік құпиясы болады, өзіндік заңы болады. Сен Бекжан сол мемлекеттің президенті болсаң, бала қызымыз сол мемлекеттің премьер-министрі болады. Бірақ премьер-министр басқарады, өзінің көкіниясын басқарады. Бақытты болыңдар, бай қуатты болыңдар. Әрқашан біздің отбасымызға, әулетімізге қуанып келіп, қуанып кетіп жүру Аллахың нәсіп етсін. Бақытты болыңдар. Ал енді құрметті Жәмиле Абайбектің төріне шығып отырсыздар. Келген қадамдарыңыз барлық жақсы. Төрге шыққан Құда жекжат күндеріңіз құтты болсын. Жақсы адамдармен Құда жекжат болғансыздар. Балалар бақытты болсын деп онай. Бағы ашылып, ұстаған қолдарың мәңгілік болсын. Дәнен, алтыным Дәнен, сен жалынсың. Үлкен шешең саған айтқысы келді, сен жалынсың. Сен барған жерде жан-жағыңнан жақсы көретін деп табылсың. Отымен кіріп күлінен ұшып, кімнің қыз екенін танысын. Рахмет. Той құтты болсын, Дана бақытты болған. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Бұл біздің ағасарға жинаған тойшыл қауым сіздердің алты отанды көріп келгеніңізге көп-көп рахмет. Сіздердің отбасыларда осындай жақсылық той болсын. Қазағым тойы бітпесін. Бүгінгі той біздің той емес, бүгінгі той барлықтардың тойларыңыз. Екі балам бақытты болсын. Ұлы жүздің орнын ойып тұрып алған менің жан құдам, Шамұраттың құдам. Туғасы қошеметтеп, Шамұрат қошеметтеп қойыңыздар шағайындар. Онша емес сізді, онша емес. Мен құдама қалай қошемет қойыңыздар қалай кейін. Дәке, мынау ұлы жүзді суан жүзді қошқан деген әулетпіз. Жаңағы бауырым айтып жатыр. Әулеттің ішінде үш ағайындымыз деп. Үш
айлығында үлкен бауырым Абай, Абайдан кейін Абайбек, одан кейін Мұхтар, одан кейін жаңағы мен. Сондықтан жаңағы әпкелерімді бірге, жаңағы той болғаннан кейін бір естиді, бір естімейді. Сондықтан да мынау осы тойымыз көп болсын, осы тойға шапқылайық. Бірге балалар бақытты болсын. Ортамызда алтын көпір мәңгі бақыт жалқылап жатыр. Бірге жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, осыдан 18, 19, 20 жыл бұрын Құдеке екеуміз таныс болғанбыз. Бір жерде істегенбіз, көргенбіз, білгенбіз. Сен бір күн мен айтамын ғой, Құдеке, жаңа қызым айтамын ғой, Тәкөри, ана болашақ Құдайдың суреті бар ма десем, папа бар дейді. Көрсеш десем, көрсетеді ғой суреті жаңа. Сөйтсем, Шәкен ғой мен оқыдам. Таң қалқан, дана мына сені танимын ғой десем, папа қойшы дейді ғой. Міне, қандай мынау не деген үлкен мегаполисте мені соны айландырып келіп, Шәкеге мен оқыдам оңға. Құдаға, мыңдағы шүкір. Ал енді бүгінгі тойда дүрілдетіп, сіздердің көңіліңізді көтеріп жатқанымда менің шәкіртім, Айбегім, жаным сол қайда? Кел бері қарай. Жүгірмек. Мен айтамын, Абайбегіға қойшы, осы өнерге мені салмашы дейді. Осы өнерге салып менің өнерім өзі басқа. Мен мұғалім боламын дейді ғой. Сен қаяқтан мұғалім? Сен мұғалім болмайсың. Сен өнерде жүресің, елдің алдында жүресің, жарқырап жүресің, елдің алғысын аласың, елдің батасын аласың сен. Десем, Абайбегіға қойшы мен, қойшы деп. Ол кезде жас қой бұл, қазір де жас, әйел жоқ бірақ. Жаным сол, Айбегім, жаным сол. Мен тойды дүркіретіп, достарым бәріне, өткен қонақтарым, сені тыңдап отыр, сені қошемет көрді. Айбекке ризасыздар ма? Сонда айтты ғой, Абайбегіға Абайбегіға деп. Жасид, әзір міне ашылып, кәлеміне жасып бізге айтып жатыр. Шәкірттерім, ұстаздан шәкірт ұзан дейді ғой, сондықтан да мынау Айбекке бір қошемет деп қойсаңыздар қайда. Мен айтарым, қайда мынау Бека, Тәкөри жаным, алтындарым сол. Ішінің бәрі толқып тұр, ішінің бәрі қайнап тұр. Айта алмаймын, ештеңке. Бірақ та бір әңгіме айтқым келіп тұр. Бека, ортадағы алтын көпірді құлатпа, менің жақсы көретін бәкірейімді жылатпай жат. Бақытты болыңдар жандарым. Жаңағы аталарым, апаларым бәрі ақылға айтып жатыр ғой. Бәрі сені қабыл болсын жандарым сол. Ақылды болыңдар, сабырлы болыңдар. Мен осы дастарханаға келген әр қандыран Аллахтан бір жолысын. Бәрі отбасында осындай той болсын ағайындар. Той құтты болсын, бәрі жұмысты болсын. Құрметті ағайын туыс, құда жекжат, жаңа құдалар, келіп жатқан қадамдарыңызға нұр жаусын. Төрден алған орындарыңыз құтты болсын. Бүгінгі екі баламыз бақытты болсын, бірлі шүбірлі болып. Тек сол тек қана жақсылығын көрейік. Барлықтарыңызға рахмет, алтындай уақыттарыңызды бөліп, біздің қуанышымызға келіп жатқан барлықтарыңызға осындай той жұғысты болсын. Қыздарыңызды қияға, ұлдарыңызды ұяға қондырып, сол бақытты болсын балаларыңыз. Айбек, саған рахмет жаным. Тойымыздың жақсы өту сенің көп рахмет арқаң сенің. Осы
ресторанның администрациясына рахмет. Бәрі дәмді, бәрі керемет. Мына біздің ансамбль. Бәрі сіздерге рахмет, аға. Қыздар сіздерге, бәріңіздерге. Толықтым басты. Рахмет. Бүгінгі той иелеріне құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар ағайындар. Енді құрмет ағайындар, Абай ағамызда, Абайбек ағамызда тағы да бір өлеңнің әдеште өтініш салған болатын. Енді мына бүгінгі тойда үлкендерімізді күттірмей, Алла қаласа айтып жатырмын, осы құдаларыңыздың шаңырағында тойда да айтатын әндеріңіз қалсын деп. Сол тойда екеуіңіз де жақсылап тамаша әндеріңіз тарту ететін боласыздар. Енді құрмет ағайындар, осындай Бекжанды, осындай Дананы, осындай кереметті бірде тойда 80 түрлі салатта 90 түрлі тағам нәсіп еткен, әуелі Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Және де мына бүгінгі сіздер үшін дәмді тамақтармен қарып қылған, люстрасымен жарық қылған, сіздер үшін тіке сәттіктер қызмет етіп жатқан Диана Балалар мейрамханасының поварларына, пол жауап тәттілеріне, ыдыс жуат тәттілеріне, және де сіздер үшін қызмет етіп жатқан осындағы даяшы қыз жігіттерге бір құрмет қошемет аямаңыздар деген. Және бүгінгі бір күндік тойларыңызда мың күндік естелігі болсында видеоға түсіріп жүрген видеограф және де фотографтарға да бір шапалақ ұрып қойсаңыздар, құрметті ағайын. Және бүгінгі кештеріңізді тамаша әндермен сусындап жатқан осы Алматы қаласындағы керемет этно ансамбль, Намат этно ансамбліне бір шапалақ құрметтеріңізді аямасаңыздар. Және бүгінгі кештеріңізді LED экран жарықтарымен қамтамасыз етіп отырған осындағы техник бауырымызға да бір шапалақ ұрып қойсаңыздар. Және бүгінгі кештеріңізді музыкамен әрлеп, әуенмен сәндеп отырған осындағы Айдарлы ауылының тумасы, Қанат пен Толқынның баласы Саятқана бір шапалақ ұрып қойыңыздар, құрметті қонақтар. Және бүгінгі кештеріңізді шамасы келгенше басқарған Құдайдың құлы, Дәулеттің ұлы, Алмалы ауылының тумасы, Молақтың ұрпағы маған да бір шапалақ ұрып қойсаңыздар, ағайындар. Осындағы Абайбек ағамыздың өзіңіз айтсаңызшы. Мынау сіздерде музыкамен әрлеп отырған менің Медалина Толқын классасының баласы Ияс Алмауды қошемет. Саят! Ай, бәрекелді. Ал енді қадірмен ағайындар, енді бүгінгі дүбірлі тойымызды тәмамдайық ағайындар. Енді мына бүгінгі тойымыздың иесі, той иелері, яғни Жәмила дәдеміз, осындағы тойдың аяғы емес басы болса дайындаған тойбастары бар. Енді тойбастар тартқан кезде еркектер тұрып кетіп жатады. Енді Жәмила де өзінің оққан тоққанын көрсетіп, әр тойбастардың ішінде еркектерге арнап бір пачка темекі сақ болған екен. Жігіттер қауым тұрып кетпеңіздер. Олай болатын болса дастарханға ел ақаумен деп бата қайырып, одан әрмен қарай тойбастар тартайық. Құрметті ағайындар, сыртқа қарай шығып кетпеңіздер. Дананы ұзату рәсіміне баршаларыңыз куә болсаңыздар. Олай болса тойды өзі бастап берді, өзі аяқтап берсін. Басында бата берген Бақыт ағам еді. Бақыт ағамыздан дастарханға ел ақаумен деп бата қайырып олайық. Тек жақсылық қуанышын достардың жақсылығында кездесуде нәсілесін. Аллаху акбар, той болды деп шақырайын Алматыға ой жастарды, деп тартайық ортаға той бастарды. Таласып тарбаспай, әйелдер қыздарға келуге болмасаңыздар, қыздарыңыз алыс жаққа кетіп жатқан жоқ, жақын жерде. Ал енді қадірмен ағайындар, енді рұқсат болатын болса, Дананың анасының өз қолымен өткен сәукелесі қызына кигізу рәсімімен бастайды. Ортада Намат этно ансамблінің
жақсы сағат болсын, сағат балалар болсын, барған жерде ел жұртына белгілі, тәрбиелі, Әмин Аллаху Акбар. Енді ұзатып жүрген кезде алдынан шығып кетерек болмаңыздар қыздарға. Олай болса, дананы ұзатып шығарып, намаз киіп алып, атса қойған қыздары алдана ақжал болсын. Ben de sen otur.